Қазіргі таңда хит болып жатқан қойдың басын духовкада пісіретін боламыз. Қойды осылай тазалап жуып аламыз. Менде 2 қойдың басы осылай жағын айырып, жақсылап тазалап, жуып болғаннан кейін үстіне приправа для гриля деген салатын боламыз. Осылай барлығын бір пачкасын 2 басқа мен қолдандым. Енді үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз. 1 шай қасық бұрышымызды саламыз. 1 шай қасық кристаллик тұзымызды салатын боламыз. 1 столовый ложка паприканы саламыз. Және де 100 грамм ыстық сұйық майымызды бастың үстіне осылай құйып шығатын боламыз. Міндетті түрде ыстық болу керек, қыздар. Мариновкаға қажетті барлық специяларды қосып болғаннан кейін осылай бастың барлық бөлігіне біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Және де бір түнге мариновкаға қойсаңыздар болады, немесе асығыс болсаңыздар 2 сағатта жеткілікті. Мен бір түнге қойдым, жақсы мариновкасы сіңсін деп. Негізі 2 сағатқа да қойып пісіріп ала беруге болады. Маринатталған басты духовкада арнайы пісіруге арналған пакетиктерге салатын боламыз. Жақсылап ішіндегі барлық соусын да құямыз. Және де осындай пакетиктерге салып, бетін жауып, жақсылап инемен тесіп шығатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде абайлап, бас пакетикті жыртып жібермесін. Осылай әдемілеп салып, бетін міндетті түрде өзінің пакетті жабатын жаңағыдай затымен жақсылап бұрап жауып, үстін осындай инемен жақсылап майда тесіктерді тесіп шығамыз. Пакетиктеріңіз жыртылып қалмасын, қыздар. Осылай барлық жерін тесіп болғаннан кейін 180 градуста 3 сағатқа пісіретін боламыз. Ал енді, қыздар, басымыз пісуге сәл қалған кезде соусын дайындайтын боламыз. 100 грамм сұйық майымызға 1 штук пиязымызды 4 бұрышты майда етіп турап шығамыз. Осылай қуырылып жатқан кезінде 2 штук чесногымызды да ұсақтап турап қуырып алатын боламыз. Және де цветофор болгарскийдің кез келген түрінен 1 штугын осылай майдалап 4 бұрышты етіп турап қуыратын боламыз. Ал енді үстіне 1 столовый ложка паприкамызды салатын боламыз. 1 столовый ложка томатымызды саламыз. 1 столовый ложка аджигамызды салатын боламыз. Және де жақсылап араластырып қуырамыз. Ал енді үстіне 1 ас қасық соевый соусымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Барлығы жақсылап қуырылып болғаннан кейін 400 мг суымызды құятын боламыз. Сонымен бетін жауып, суымыз толық қайнағанша күтеміз. Осымен соусымыз бір қайнап шықты. Және де үстіне 100 мг суымызға 1 столовый ложка крахмалымызды салып, екеуін жақсылап араластырып, пісіп жатқан соусымыздың үстіне құятын боламыз. Сонда соусымыз қоюлау болып, өте әдемі болып көрінеді. Түсі де ерекше болады. Духовкада 3 сағат піскен басты осылай әдемі жапырақтармен әсемдеп, үстіне басты қойып, және де үстіне соусымызды құятын боламыз. Соустың үстіне 1 пучок көк пиязды салып жіберсеңіздер, одан да әдемі дәмдірек болып көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет подача. Осылай қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Жұмсақ, әдемі болып піседі. Өте ерекше иісі болады. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.